Орманның тереңінде Филипп есімді ер адам ағаш тамырларына шырмалған сөмкені табады. Ол тамырлар шатырға ұқсайды. Оны ашқан кезде ол көргеніне шошып кетеді, және ішінен өрмекшінің аяғына өте ұқсас бір аяқ шығады. Келесі күні ол сөмкені алып, Англияның ескі туған қаласы Норфолкқа пойызбен барады. Жолда ол Майкл есімді жас студенттің дәптерге сурет салып отырғанын көреді. Пойыз станцияға келгенде ер адам одан не салғанын сұрайды. Күткендей жас жігіт сұраққа таң қалып, сыныптастарымен бірге кетіп қалады. Кейін Филипп ескі үйіне келеді, ол қаңырап бос тұрған сияқты. Сөмкені еденге қойып, бөлмелерді қарауға кетеді. Сол сәтте өткеннен естеліктер оны қинай бастайды. Мысалы, түтінмен қоршалған бірнеше туған күн шарлары. Үйде бір кездері өрт болғаны байқалады. Ол Филипптің ата-анасын өлтірген, тек ол және оның Маурис атты ағасы ғана құтылған. Травматикалық тәжірибеге қарамастан Филипп үйді зерттей береді, және едендегі тесіктен өзінің ескі альбомын табады. Суреттер пойыздағы жас жігіттің суретіне өте ұқсас, және өртке оранған үйден қашып бара жатқан баланы көрсетеді. Содан кейін Филипп қонақ бөлмеге оралады. Ол жерде дәлізді жауып тұрған есікті көреді. Ол ішке кіруге батылы бармайды. Сонымен қатар еденге қалдырған сөмкесінің ас үй үстеліне шығып қалғанын байқайды. Қорыққан Филипп ағасы Маурис үйде ме деп сұрайды, бірақ ешкім жоқ. Осыдан кейін Филипп сөмкені сыртқа алып шығады. Ішінен өрмекшіге ұқсас қуыршақты шығарып, бөшкеге лақтырып тастайды. Мұның бәрін тек кішірек түлкі көреді. Ол ер адамды танитындай мұқият қарайды. Бірақ Филипп оған назар аудармайды да, сөмкені сыртта қалдырып, үйге кіреді. Бірнеше сағаттан кейін ер адам ескі жатын бөлмесінде ұйықтап қалады. Бірақ оянғанда сөмке мен қуыршақтың қайтадан сол жерде екенін көріп шошып кетеді. Не болғанын түсінбей Филипп онымен қонақ бөлмеге жүгіреді де, ағасы Маурисқа тап болады. Ағасы одан дәліздегі есіктен өтетінін сұрайды. Филипп өтпейтінін айтады, және олар әңгімелесе бастайды. Бірақ аға мен жиен арасындағы қарым-қатынас жақсы емес. Әңгіме барысында Филипптің өзінің қуыршақтары бар екені, бірақ оның Пасым атты өрмекші қуыршағымен бір шоуы сәтсіз болғаны ашылады. Ең таңғаларлығы, қанша тырысса да қуыршақтан құтыла алмайды, ол әрқашан қайтып келеді. Мұны айтқанда, Маурис мүлде мән бермейді, және немере інісін басқалармен араласпайтын, ұялшақ мінез үшін төмен көреді. Филипп те ағасының жанында ыңғайсыз сезінеді, және шкафтағы жасыл тәттілердің құтысын байқайды. Мауристің жанында көбірек уақыт өткізгісі келмеген Филипп сөмкені алып кетеді, және қуыршақтан құтылудың жолын ойлайды. Бірнеше минуттан кейін ол саябаққа келеді, және бір жұптың баласымен серуендеп жүргенін көреді. Дәл сол сәтте сөмкенің ашылғанын, және бір өрмекші аяғының шығып тұрғанын байқайды. Қуыршақ қандайда бір күшпен иемденген сияқты, және Филиппті қайда барса да қуады. Ол орманға қашады, сөмкені алғаш тапқан жерге келеді, және альбомдағы суреттерді еске алады. Онда алып өрмекші бейнеленген. Сол уақытта Филипп өз атын шақырып жатқан дауысты естиді, бірақ ешкім жоқ. Өзіне біреу қарап тұрғандай қорқып, үйге қайтады, және ағасынан құралдарын сұрайды, қуыршақты бөлшектеу үшін. Маурис құралдарды беріп, өзінің әкесі жасаған ескі қуыршағын көрсетеді. Ол отбасыда қуыршақ жасау шеберлігі бар екенін айтып, немере інісін мазақ етеді, оның жалғыз білетіні қуыршақ жасау деп. Бірақ Филипп бірден жауап береді. Ол бұл қабілетті мұра етпеген, өйткені Маурис оның әкесі емес. Кемпір ашуланып, немере інісіне жұмысты аяқтап, құралдарды қайтаруды бұйырады да, ас үй есігін бетіне тарс жабады. Содан кейін Филипп бөлмесіне барады, бірақ алдымен дәліздегі есікке тағы бір қарайды, сонда бірдеңе қорқынышты болғандай. Ол оны ойынан шығарып ұйықтайды. Бірақ теледидарда орманда жоғалған жас студент туралы жаңалық шығады. Филипп ол студент Майкл екенін сезеді. Келесі күні ол мектепке барып тексереді. Кездейсоқ, бұл ол балалық шағында оқыған мектеп. Филипп ішке кіріп, ақпарат сұрамақ болады, бірақ травматикалық естеліктер оны тоқтатады. Мектеп директоры қақпа алдында тұрған бейтаныс адамды көріп, не керек екенін сұрайды. Филипп тек өтіп бара жатқанын айтады. Бұл директорды одан сайын күдікті етеді, және полиция шақыратынын айтып кетуін талап етеді. Филипп бағынады және орманға қайтады. Ол сөмкені тапқан жерге дейін зерттейді. Тағы да өз атын шақырып жатқан дауысты естиді, бірақ жалғыз. Бұл оны одан әрі қинайды.
Содан кейін ол көлге қарай жүгіреді және көпірді көріп, сөмкені бір жола тастауды шешеді, оны суға лақтырады. Қашпақ болғанда кенеттен ауырып, балшыққа құлап түседі. Қорқынышты бейнелер оның ойына енеді, онда бөлмелері бар дәліз және бірінде өрмекші аяқтары көрінеді. Оянғаннан кейін Филипп сөмкені лақтырғанына өкінеді және оны іздейді, бірақ таба алмайды. Бірнеше минут іздегеннен кейін қуыршақты балшықта өзі құлаған жерде табады. Филипп оны ала ма әлде қалдыра ма деп күмәнданады, өйткені қалдырса біреуге шабуыл жасайды деп қорқады. Ақырында қуыршақты балшықта тастап, үйге қайтады. Бірақ күткендей келесі күні таңертең Пассам қайтадан төсегінде пайда болады. Ол оны еденге итеріп сөмкеге салады. Бұл азапқа ашуланған Филипп үйден шығып, қайтадан құтылуды жоспарлайды, бірақ ас үйде ағасына тап болады. Маурис немере інісінің жағдайы нашар екенін байқап, оны әңгімелесуге шақырады және балалық шағындағы түлкі туралы оқиғаны айтуды сұрайды. Филипп бас тартады, өйткені ол да трагедиялық оқиға. Бірақ ағасының қысымына көнеді. Балалық шағында Филипп орманда жасырын орын салған және оны достарына көрсеткісі келген. Топ түлкіге тап болады, ол жаралы сияқты еді. Филипп көмектескісі келеді, бірақ достары жануарды қинайды, ол өледі. Одан да сорақысы, балалар Филипптің бетін түлкінің денесіне қарай итеріп жібереді, ол қорқып қашады. Бір уақыттан кейін ол жануардың денесін қарауға оралғанда, оның көзін ашып, қорқынышты түрде қарағандай сезінеді. Осы травмаға қарамастан ағасы Маурис бәріне немқұрайлы қарайды және немере інісінің ақымақ оқиғасына күледі. Филипп ағасының көзқарасына ашуланып кетеді және шығып кетеді. Бірақ кетер алдында кемпір тағы да дәліздегі есіктен өтетінін сұрайды. Филипп тағы да бас тартады және үйден шығып, орманға бет алады. Бұл жолы ол аумақты кесіп өтіп, тастанды штабқа келеді, ол көріністердегі бөлмелерге өте ұқсас. Шыққаннан кейін казарманың тұрағына барады, сөмкені жерге қояды және Пассамды шығарады. Содан кейін Филипп зұлым затты басынан көтеріп, ауаға көтереді, өрмекші аяқтары қозғалмайды. Ол бетін қуыршаққа жақындатады да, жерге лақтырып тастайды. Содан кейін қуыршақты жұдырықпен және тебумен ұра бастайды. Бірақ Пассам ешқандай реакция бермейді. Қайта келеді деп қорқып, Филипп оны сөмкеге салып, бірнеше тасты қосады. Содан кейін сөмкені зауыт жанындағы көлге лақтырады. Бар күшін салғаннан кейін Филипп үйге қайтады, бірақ ағасы Мауришо. Үстелде жоғалған баланың суреті бар газет жатыр. Филипп күдіктенгендей, ол шынымен Майкл. Кейін Филипп ұйықтауға дайындалады, бірақ Мауристің дауысын естиді, ол Пассам туралы әңгіме оқып жатыр. Не болып жатқанын көруге барады және ағасының дәлізде екенін түсінеді. Филипп батылдық танытып ішке кіреді және соңында ағасын табады. Ол альбомды алып, жазбаларды оқып отыр. Бұл Филипп үшін соңғы тамшы болады. Ол альбомды тартып алады, ал ағасы оның мінез құлқына әлі де мазақ етеді. Ашуланғаннан кейін кемпір Филипптің қайда болғанын сұрайды және оған абай болуды ескертеді, өйткені адамдар оны туралы сөйлеп жатыр. Куәгерлер Майклды ұрлаған қылмыскерді Филиппке өте ұқсас деп сипаттаған. Бірақ Филипп альбомды ақтарған үшін ашуланып, жауап бермейді. Оның орнына ағасынан өрт кезінде неге өзі ғана аман қалғанын, ал ата-анасы өлгенін сұрайды. Маурис тағы да күліп жібереді, ал Филипп альбомды алып бөлмесіне кетеді. Онда ол беттерді аудара бастайды, онда өзінің суреттері мен жазбалары бар, балалар әңгімесі сияқты. Әңгіме Пассамның шығу тегін баяндайды, ол үйдегі өрттен кейін пайда болып, содан бері оның өмірін азапқа толтырып келеді. Жазбаларды оқып болған соң Филипп альбомды қояды және қуыршақтың қайтып келетінін күтіп ұйықтайды. Бірақ келесі күні таңғаларлықтай Пассамда сөмкеде қайта келмейді. Филипп ақырында қуыршақтан құтылғанын түсінеді. Бақытына қарамастан ол Майклдың жоғалуына қатысты күдікті жоюы керек және кім кінәлі екенін зерттейді. Алдымен пойыз станциясынан бастайды, өйткені баланы соңғы рет сол жерде көрген. Полиция жоқ сияқты, ол жол астындағы көпірдің астына қарайды, бірақ ештеңе таппайды. Филипп демалып темекі салғышын шығарады, ішінде ата-анасының суреті бар. Содан кейін аумақты аралап, із іздейді. Кенет жанында балалық шағындағы түлкіге ұқсас түлкінің өлі денесін көреді. Одан да таңғаларлығы, бұрылып қарағанда сол түлкі тірі күйінде, шабуылға дайын тұрып, мұқият қарап тұр. Бұл галлюцинация ма деп білмей Филипп үйге қайта жүгіреді.
Дәліз есігі қайтадан ашық тұрғанын көріп, ішке кіреді және ағасын іздейді. Бірақ қорқынышқа толы, Мауристің орнына қабырғада ілулі тұрған Пассымды көреді. Филипп не істерін білмей, үйдің сыртынан ағасының даусын естіп, Пассымды алып шығады. Онда Маурис бөшкеде от жағып, бірнеше газетті өртеп жатыр. Кемпір соңғы хабарларды оқып, Майклдың жоғалуы мен Филипптің мектебіндегі өткен оқиға арасындағы ұқсастықты байқағанын айтады. Түлкі оқиғасы кезінде маска киген біреу бірнеше оқушыны ұрлап кеткен, оның кім екені әлі белгісіз. Мұны естіген Филипп одан әрі шошып, Пассымды бөшкеге лақтырады. Маурис оған күрек ұсынып, тереңірек итеруді айтады. Қуыршақ жанып бастайды. Бірақ бұл Филиппке жеткіліксіз, ол алғаш рет ағасының алдында жылайды. Маурис немере інісін жұбатып, күні бойы демалуға кеңес береді. Бірнеше сағаттан кейін Филипп ұйықтауға тырысады, бірақ түстері одан да қорқынышты. Ол ескі төсегінде тұр, үстінде ағасының шкафтағы жасыл тәттілерінің құтысы. Содан кейін құты сөмкеге ауысады және Пассым ішінен шыға бастайды. Филипп қарамауға тырысады, бірақ сөмкеге қараған сайын мақұлық алдымен аяқтарын, содан кейін көзсіз бетін шығарып, Филиппке қарай жылжиды. Сол сәтте ол түсінен оянып төсектен тұрады, еденде кішігірім өрмекші жүгіріп барады. Көп замай есік қағылады. Қонақ бөлмеге шыққанда терезеден сиреналардың даусын естиді полиция. Полицейлер есікті қағады, Филипп жасырынады, Маурис үйде жоқ сияқты. Көп талаптан кейін полиция кетіп қалады. Бірақ бөлмесіне қайтар алдында Филипп дәліз есігінің құлыпталғанын байқайды. Келесі күні ол Мауристі іздеп шығады. Бірақ қонақ бөлмеге кіргенде өз бөлмесіндегі теледидардың жұмыс істеп тұрғанын естиді. Кіргенде жаңалықтар Майклдың әлі жоғалғаны туралы хабарлайды. Сонымен қатар күдікті бежевый пальто киген жұмбақ адам, ол орманда және казарма маңында көрініпті, Филипп сияқты. Полиция ол адамды орманда жас жігіттің жанында көргендерін айтады және қайта көрсе полицияға хабарлауды сұрайды. Кінәсіз болса да Филипп Пассым өзін кінәлі етіп жатқанын сезеді және қуыршақты лақтырған жерлерді тексеруге барады. Көпір мен казарманың жанынан өтеді, бірақ қуыршақ жоқ, аймақ полиция көлігімен бақыланып тұр. Филипп үйге байқалмай оралады және бөшкені тексереді, бірақ ештеңе таппайды. Көп ұзамай Маурис келіп, оны дәліздегі бөлмеге әңгімелесуге шақырады. Ол билік өкілдері іздегенін, бірақ өзі жалған сылтау айтып, Филипптің қайда екенін білмейтінін айтқанын жеткізеді. Олар жақында қайта келеді. Маурис бірнеше күн кететінін, қайда екенін айтпайды, бірақ немере інісіне байқатпауды ескертеді, әйтпесе полиция оны қылмыспен байланыстырады. Ескертулерге қарамастан Филипп ескі мектебіне барып, бастауыш сынып мұғалімі Грантпен сөйлескісі келеді. Ол маска киген қылмыскер туралы толығырақ білгісі келеді, өйткені өткен оқиға мен Майклдың жоғалуы арасында байланыс болуы мүмкін. Мектеп хатшысы оны шақыратынын айтады, бірақ Филипп есіктің арғы жағынан оның полиция шақырмақ болғанын естиді. Филипп қашады, жолда қорқынышты көріністер қайта оралады. Ол қуыршақпен алғаш кездесуін еске алады. Орманда сөмкені ашқанда Пассым оған шабуыл жасап, жылдам қозғалып, секіріп түскен. Сол сәтте Филипп гаражында оянады және бұл түсте ойлайды. Бірақ қақпаның үстінде өрмекші аяқтарының жылжып келе жатқанын көргенде бәрі шындыққа айналады. Филипп бар күшімен тастанды казармаға қашады. Дәлізге жеткенде Пассым бір бөлмеде қайта пайда болады. Қорқып Филипп оны қуады, есіктің ашығынан қарап тұрған қуыршақты көреді. Ер адам қараңғы дәлізге қашады және үш есігі бар бөлмеге кіреді. Біреуінен шығады, бірақ казарманың тұрағына қайта оралады, онда Пассым күтіп тұр. Қуыршақ сөмкенің ішінде беті мен аяқтары көрінеді. Филипптің қашып құтылуға мүмкіндігі жоқ екенін түсінеді. Ол қуыршаққа қарай жүреді, мақұлық бетін жақындатып, аяқтарымен иығынан құшақтайды. Осы қорқынышты көріністен Филипп есінен танып, еденде оянады, аузынан жасыл таблетка шығады. Ол қайта ұйықтап, бөлмесінде оянады. Ағасын шақырады, бірақ үйде ешкім жоқ. Барлық галлюцинациялар мен естеліктер шыдамын тауысады және Филипп өзін азаптаған нәрсемен бетпе-бет келуді шешеді. Ол дәлізге оралып, бір есікке келеді. Онда қираған бөлме, еденнің бір бөлігі сынған. Ішінде еденде жатқан төсек орын және адам тістері бар шыны құтыны табады. Оны көтеріп қарайды, бірақ Пассым сөмкесін бетіне киген адам шабуыл жасайды. Күресте сөмке түсіп қалады, ол ағасы Маурис екені ашылады.
Осылайша ол Майклды ұрлағаны және Филипптің бүкіл трагедиялық тарихы ашылады. Шындық мынада. Маурис өткенде мектеп оқушыларын ұрлаған маска киген қылмыскер болған. Құтыдағы тістер оның құрбандарынан. Ең сорақысы, Филипп мұны білген, бірақ ағасының қорқытуымен шындықты жасыруға мәжбүр болған. Маурис жасыл таблеткаларды, шын мәнінде құрбандарын есінен тандыратын зат қолданған. Өртті де үйді өртеп, Филипптің ата-анасын өлтірген сол. Содан бері баланы бақылауда ұстап, күн сайын азаптаған. Пасым ешқандай емденген қуыршақ емес, Филипп өз ағасын қалай көргенін бейнелеу ғана. Ол баланың ата-анасын өлтіріп, оны психикалық тұрақсыз, терең травмаға ұшыратқан құбыжық еді. Бәрі ашылған соң Маурис немере інісіне белбеумен ұрады, бағынбаған балаға ұқсатып. Филипп жылап, не істерін білмейді. Сол кезде транктен, сандықтан Майклдың айқайы естіледі. Баланың әлі тірі екенін көру Филиппке батылдық береді, және құрбан болуды тоқтатады. Ол Маурисқа қарсы тұрып, оны еденге қысып, басын сынған еденнің саңлауына басады. Маурис қарсылық көрсетіп, тағы да күледі, бірақ Филипп басын саңлауға қатты басып, мойнын сындырады. Ақырында кінәсіз оқушыларды ұрлап, Филипптің өмірін қиратқан адам лайықты өлімге ұшырайды. Қақтығыстан кейін Филипп сандықты ашып, Майклды босатады. Жас жігіт бірден артына қарамай қашып кетеді. Ал Филипп үйдің сыртында отырады, алдында Пасым тұр. Бірақ енді ол жай қуыршақ қана, ал шынайы құбыжық жеңілген. Осы фильм туралы не ойлайсыз? Пікірлеріңізді төменде қалдырыңыз. Видео ұнаса, лайк басып, жазылыңыз, тағы да көптеген фильм қысқашаларын көріңіз. Келесі кездескенше.